Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер менің арнама жазылмасаңыз, бірден арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн түсіріп отыратын осындай әдемі бейнелерімді бірінші болып көріп отырасыз. Бүгін қасиетті Рамазан айының 4-ші күні. Барша оразаларын ұстап жатырған бауырларымызға қабыл болсын дегіміз келеді. Мен бүгін осындай ыссы тамақпен қоса жақсы бір салат әзірлейін деп жатыр. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін Алматыда күн жарқырап тұр. Ауа райы өте тамаша. Осындай көңіл күймен мен бір әдемі салат жасағым келіп жатыр. Ол үшін мен осындай бір үлкен брокколи алдым. Және асқабақтан осындай азғантай қалған екен, және одан да бір азғантай алатын боламын. Ең бірінші осы асқабағымызды дайындап алайық. Бұл асқабақты мен осындай қалыңдықта турап алып, оны кубиктеп турап, духовкада пісіріп алатын боламын. Дәмдеуіштерін қосып, қабығынан ажыратып алдым. Енді осындай бөліктерге бөліп аламыз. Осы бір бөліктің өзі маған жеткілікті. Оған қолыңызда қандай дәмдеуіштеріңіз бар, сондай дәмдеуіштерді қоса беріңіз. Менде біразғандай карри қалған, тұз және бұрыш араластырып, өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып, духовкада бір 5-10 минутқа жұмсарғанша, әдемі түс бергенше духовкаға салып алатын боламын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнамда түрлі заманауи салаттардың, ұлттық тағамдардың, түрлі ыссы тағамдардың, тәтті тоқаштардың, үлпілдеген бауырсақтардың рецептілері көп. Мен өзімнің өмір бойы жинаған тәжірибеммен, ас үйімнің құпияларыммен, өзімнің фантазияларыммен үнемі бөлісіп отырам. Бұл YouTube арнасы мен үшін хобби. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыздар, көріңіздер, менің тәжірибемнен керегін алыңыздар дегім айтқым келеді. Енді мен осындай бір тауықты пісіріп алған болатынмын. Осы тауықтың етін жіңішкелеп, соломкалап, турап алуға тырысамын. Енді өзі бір жұқалау, арықтау тауық екен. Енді неде болса да осылай пайдаланатын боламыз. Және мен бір ғана помидор алып жатырмын. Ол помидорым үлкендеу помидор. Оларды осылай 3 бұрыштап турап алатын боламын. Барлық турап дайындап алған тағамдарымды бір ыдысқа бәрін жинай берем. Міне менің брокколиімді мен қайнаған суға салып қойған болатынмын. Жайлап қайнап жатыр. Бұны енді ең кем дегенде бір 5 минут пісіріп аламын, қараймын. Пістау деген кезде алатын боламын. Енді көк шөптері міндетті түрде қажет болады бізге. Менде петрушка мен укроп бар, олардан да біразғандай алып жатырмын. Міне өте жақсы брокколи қайнап жатыр. Оған дейін мен тағы да басқа жұмыстарымды жасап аламын. Енді мен қызыл пияз алдым. Қызыл пияздың түсі өте әдемі, қанық. Оны мен үнемі осындай пияздарымды осылай етіп турап алам, осындай кескіштің көмегіменен. Осындай салаттарды салып алғанда, тарелкеге салып атқанда пияздарыңыз осындай өте әдемі болып жүреді. Міне менің асқабағымда дайын болды. Осындай міне әдемі болып пісті. Міне капустамды да мен алдым. Түсіріп, енді бұны жақсылап әдемілеп турайтын боламыз. Әрбір бұтақтарынан кесіп аламыз. Әдемі болып піскен, өзіне өзі күшті болып. Жеңіл кесіліп жатыр.
Мен бұрын брокколиді дайындағанда ең бірінші кесіп алып барып пісіретін едім. Мен осындай бір жақсы әдіс тауып алдым. Осылай түгеліменен салып жібереміз де, бір қайнатып аламыз. Содан кейін ол брокколиді ажыратуда оңай болады екен. Осындай сабағымен алсаңыздар да болады. Мен сабағымен алған жақсы көрем, өйткені ол біріншіден әдемі жүреді, екіншіден салатта оформление жасағанда да әртүрлі оформление жасауға болады, осылай қылып кесіп алғаннан кейін. Сондықтан да мен өзіме ұнайды осындай болған. Осылайша капусталарымызды ажыратып аламыз. Қалыңдау жерлерін пышақпенен кесіп жіберіңіздер, ештеңе етпейді. Міне дайын болып қалды. Мен сіздерге алақаныма салып көрсетіп жатырмын қалай болып кесілгендерін. Өте әдемі салат шығады. Енді салаттарымызды жинау үшін жаңағы турап алған барлық тағамдарымыздың бәрін бір ыдысқа салып жинаймыз. Енді бұған құю үшін мен енді арнайы соус жасамадым. Енді бұған тек тұзымды, бұрышымды, өсімдік майымды, сондай лимонның сығымдысын соларды қосам да араластыра қоямын. Енді менде қазір салатқа соус жасауға кішкене мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан да бұрышымды, тұзымды, бір лимонның жартысы бар еді, соның сығындысын, және өсімдік майын бәрін құямыз да араластырамыз. Менің зәйтүн майым да таусылып қалған екен. Сондықтан да әлі базарға менде баруға мүмкіндік болмай жатыр. Сондықтан мендегі қолдағы бар өнімдерімді осылай пайдаға асыра саламын. Енді осылай қолыңызбен араластырсаңыз да болады. Мен енді көбіне қолыммен, перчатка болмаса қолыммен араластырғанды жақсы көрмеймін. Көбіне екі вилканың көмегіне жүгінем. Сондықтан осылай араластырып жатырмын. Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің түсірген бейнемде өзінің мәресіне жеткелі жатыр. Сондықтан да егер ұнаса пікірлеріңізді, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне міндетті түрде қалдыра кетіңіздер. Қазақ тілді арнаның дамуына өздеріңіздің бір үлестеріңізді қоса кетсеңіздер деген өтінішім бар. Міне мен осындай екі ыдысқа салдым және бірқандай оформление қасына жанына жасаған болдым. Оразаның 4-ші күніне менің балаларыма дайындаған осы тағам осындай болып шықты. Көріп тамашалағандарыңыз үшін, менімен аяғына дейін болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.